ортақ мүлік бөлінеді. Барлық табыстар ортақ болып саналады. Анасымен қалып жатса, болмаса әкесімен қалып жатса, балалар кімде қалады, соған қарай көп пайыз бөлінуі мүмкін. Несие, кредит алсаңыз да ортақ мүлік болып бөлінеді. Ерлі-зайыптылар арасындағы мүлікті бөлісу туралы бүгін тақырып қозғаймыз. Сіздермен Заңгер Шыныбаев Марғұлан. Жалпылама ерлі-зайыптылар арасында ажырасқан кезде мүлікті қалай бөліседі және қандай мүлік ортақ мүлік болып табылатын туралы тақырыпты қозғап бүгін сізге түсіндіріп айтамын. Бірінші кезекте біз Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексін білуіміз керек. Осы кодекске сәйкес ортақ мүлік бөлінеді және қандай мүлік ортақ болып табылатынын осы кодекстен қарастырсақ болады. Осы неке және отбасы туралы кодексінің 33-ші бабына сәйкес ортақ мүлікке қандай мүліктер жататын туралы тізімі белгіленген. Сол тізім туралы біраз айтып өтейін. Жалпы сіздің қандай да бір табысыңыз, айлығыңыздан тапқан, болмаса кәсібіңізден тапқан барлық табыстар ортақ болып саналады. Сонымен қатар бір жәрдемақы алсаңыз, сол жәрдемақылар да ортақ мүлік болып саналады. Сонымен қатар, мысалға, сізге бір зейнетақы, жәрдемақы, одан кейін екеулерінің ортақ табыстарыңыз ортақ мүлік болып табылады. Пай болсын, депозит болсын, ортақ мүлік болып табылады. Сонымен қатар, сіз үй алсаңыз да, жер алсаңыз да, мүлік алсаңыз да, ол да ортақ мүлік болып табылады. Сонымен енді қараңыздар, сіздердің некеге тұрдыңыздар делік. Официально некеге тұрдыңыздар. Осы некеге тұрған уақыттан бастап, екеулеріңіз ажырасқанға дейінгі алынған барлық мүліктер ортақ мүлік болып саналады да, не істейді? Араңызда 50-ге 50 бөлінетін болады. Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексіне сәйкес. Әрине, кей кезде балалар анасымен қалып жатса, болмаса әкесімен қалып жатса, балалар кімде қалады, соған қарай көп пайыз бөлінуі мүмкін. Ол туралы не дейді заң? Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының қаулысы бар. Сол қаулысына сәйкес, егер сіз мүлікті ортасынан қақ бөліп, торт сияқты бөлетін болсаңыз, үйді мысалы 3 бөлме былай, 2 бөлме былай деген кезде, сол кезде бала кіммен қалады, соған қарай мүліктің көп бөлігін қалдыруы мүмкін. Түсіндіңіз ғой? Ал егер сіздер бөлсеңіз, мынандай сатып, мысалға доля 50% ақшалай менікі, ақшалай сіздікі дейтін болсаңыз, онда 50-ге 50 бөлініп кетеді. Сондықтан көбірек доля алу үшін бала сіз жақта болу керек, сізбен тұратын жер сізбен анықталу керек. Бірінші. Екінші, мүлікті торт сияқты ортасынан екіге бөлу туралы талап арыз беру керек. Сол кезде мүліктің көп бөлігі сізде қалуы мүмкін. Сонымен қатар ортақ мүлік болып, мысалы компания болуы мүмкін, компанияның долясы. Одан кейін қарыздар да ортақ бөлік болуы мүмкін. Мысалы сіз біргеуге қарыз алсаңыз, егер сіздің жұбайыңыз қарыз алса, ол қарыз да ортақ мүлік болып табылады, ол қарыз да бөлінуге түседі. Мысалға, несие, кредит алсаңыз да ортақ мүлік болып бөлінеді. Мысалы, ипотека алсаңыз да ортақ мүлік болып бөлінеді. Бірақ егер сіздің атыңыз ипотека болса және сіз бөліске берсеңіз, ипотека аяқталғанға дейін сот сіздің мүлікті нақты бөлісу туралы талап арызыңызды қанағаттандырусыз қалдырады. Бұл не деген сөз? Яғни ипотекада банкте залогта тұрғаннан кейін сот сіздің арызыңызды қанағаттандырып бөліп бере алмайды. Үлесін анықтап беру мүмкін сот, бірақ былайынан жаңағы банкке қарамай бөліп бере алмайды. Не үшін? Өйткені банк қарсылық жасайды және банк қарсы болады. Не үшін? Өйткені қарыз әлі төленген жоқ. Және сол қарызда ерлі-зайыптылар төлеп біткеннен кейін барып бұл мүлік естелінуі мүмкін, бөлінуі мүмкін.
Жалпы сіздердің түсінетін нәрсеңіз, некеге тұрдыңыз, ажырастыңыз. Осы уақытта қандай да мүлік алынса, ортақ бір табысқа, олардың бәрі ортақ мүлік болып табылады. Біреуі жұмыс істеді, біреуі жұмыс істеген жоқ деген жүрмейді ол жерде. Сондықтан некеге тұрғаннан кейін сіздің мүліктеріңізді ортақ болып, олардың барлығы бөліске түсуі әбден мүмкін. Сіздермен болған Заңгер Шыныбаев Марғұлан. YouTube каналға тіркеліп, подписка жасап, комментарий қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, астына қоя отырыңыздар. Сау саламат болыңыздар.